Небәрі 3 айда өзің сүйген кәсіптің иесі атануға болама? Болса қалай? Оның жолы жеңіл. Тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша жұмыспен қамту орталықтарына барып кеңес алсаңыз жеткілікті. Жоба қысқа мерзімді кәсіптік оқыту деп аталады. Әзірге бірінші кезең аяқталды. Осы уақыт аралығында Жетісай ауданы бойынша 120 азамат арнайы курстан өтіп емтихан тапсырды. Енді олардың жұмысқа тұру мүмкіндігі де артып отыр. Айгүл Жансейітованың тігін тігуге деген құштарлығы бала кезден бардын. Сол арманын жүзеге асырудың сәті туды. Жібек тігін цехында 3 айлық курсты тәжірибемен ұштастыра отырып, тегін оқыған ол сынақтан да сүрінбей өтті. Тігін цехында оқыдық, 1 ай теория бойынша, 2 ай практика жүзінде сабақ оқыдық. Мемлекет атынан мемлекетке рахмет, ай сайын төлемақы төледі, стипендиямыз 28 мың, жол ақымыз ай сайын 3 мыңнан беріп отырды. Айгүлдің қатарында 100-ден астам азамат бар. 5 жыл бұрын жұмысын бастаған Лара оқу орталығында 5 түрлі мамандық бойынша білім алған олардың мақсаты бір – өз кәсібін ашу. Жалпы Жетісай ауданы бойынша 700-ге жуық азамат қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды аяқтап емтихан тапсырды. Арасында жоғары оқу орнын бітіргендері де бар. Бізге 120 талапкерді шаштараз шебері, тырнақ өңдеу шебері, кондитер, тігінші және бала күтуші мамандықтар бойынша жолданды. Білім алушылар мемлекет тарапынан шәкірт ақысы, жол ақысы және жатақхана мемлекет тарапынан қамтамасыз етілген. Сан түрлі кәсіпті егерген мамандарға қазірдің өзінде сұраныс жоғары. Басым бөлігі өздері курстан өткен мекемеде жұмысқа орналасуға мүмкіндік алып отыр. Жетісай ауданынан Эльмира Тұрлыбек, Нұржан Седазимов, Ербол Махашев, Тұра Ньюс.